Шартты сөйлемдер, conditional sentences. Шартты сөйлемнің үш түрі бар. Бірінші түрі real condition, шындықты білдіреді. Екінші түрі unreal condition in the present or future, мүмкіндігі аз іс-қимылды білдіреді. Үшінші түрі unreal condition referring to the past, орындалмаған іс-әрекетті білдіреді. Шартты сөйлемдер іске асатын және іске аспаған іс-әрекетті білдіреді. Шартты сөйлемдерде келесі шылаулар қолданылады. If, егер, unless, егер, in case, егер сол жағдайда, provided, егер шартпен, providing, егер сол жағдайда, suppose, болжап көрелік. Шартты сөйлемнің бірінші түрі. Шартты сөйлемнің бірінші түрі шындықты, нақты болжамды, болашақта болатын іс-қимылды білдіреді. Бірінші түрінің шақ формуласы. If шылауы, the present simple шағы, the future simple шағы. If I have time, I shall go to the concert tomorrow. Егер менде уақыт болса, мен ертең концертке барамын. If шылауы сөйлемнің ортасында да кездеседі. The future simple шағы, if шылауы және the present simple шағы. I shall give you the book if you return it next week. Мен саған кітапты беремін, егер сен оны келесі аптада қайтып әкелсең. Шартты сөйлемнің екінші түрі. Шартты сөйлемнің екінші түрі мүмкін емес, мүмкіндігі аз, сенімсіз іс-қимылды осы шақта немесе келер шақта білдіреді. Екінші түрінің шақ формуласы. If шылауы, the past simple шағы және should, would етістіктің бірінші формасы. If I had time now, I should go to the concert, but I'm busy. Егер менде уақыт болғанда, мен концертке барар едім, бірақ менің қолым бос емес. If шылауы сөйлемнің ортасында да кездеседі. Should, would етістіктің бірінші формасы, if шылауы және the past simple шағы. I would catch him if I were you. Егер мен жастау болғанда, мен оны ұстап алар едім. Шартты сөйлемнің үшінші түрі. Шартты сөйлемнің үшінші түрі өткен шаққа байланысты іс-әрекетті білдіреді және орындалмағандығын білдіреді. Үшінші түрінің шақ формуласы. If шылауы, the past perfect шағы, should, would етістіктері, have етістігі және етістіктің үшінші формасы. If I had had time yesterday, I should have gone to the concert. Егер кеше уақытым болғанда, мен концертке барар едім. If шылауы сөйлемнің ортасында да кездеседі. Should, would, have етістіктің үшінші формасы, if шылауы және the past perfect шағы. He would not have caught cold if he had put on a warm coat. Егер ол жылы пальто кигенде, оған салқын тимес еді. Бірінші, екінші, үшінші түрдегі шартты сөйлемдер. If the weather is fine, they will go to the sea. Екінші түрі. If the weather were fine, they would go to the sea. Үшінші түрі.
If the weather had been fine, they would have gone to the sea.